Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді кешкі асқа қайнатпа сорпа жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырау жүгінісін баса кетіңіз. Алдын ала қазанымызға суымызды құйып, алдын ала жуып турап алған етімізді де салып, қазанның қақпағын жауып, яғни қайнататын боламыз. Қайнап шыққан соң міндетті түрде бетіндегі көпіршіктерін алып тастап отырып, яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай менде 2 сағат қайнады, еті піскенше. Осылайша сорпасы азайып, еті піскен соң, яғни пиязымызды осындай бір помидорды 2-ге бөліп салдым, яғни алдын ала турап алған сәбізімізді де салатын боламыз. Осылайша барлығын саламыз. Bir болгары борщын қолдандым. Осылайша картоплымызды салатын боламыз. Bir шай қасық укроп саламыз. Кепкен укроптан пайдаландым. Осылайша қазанымыз баяу отта қайнап, сорпамыз, кешкі асымыз дайын болады. Өте керемет дәм әдемі болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кешкі асымыз дайын болды. Өте дәм керемет әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер кешкі асқа. Достар, егер видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына шейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше